Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздерге тек шөліңізді ғана қандырып қоймайтын, сонымен қатар гемоглобиніңізді де көтеретін сусынның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге қызылша қажет болады. Осындай піспеген бұл қызылша, барлығын осылай турап шығасыздар, сонда арасындағы суы жақсы бөлінетін болады. Көбіміз балдарымызға қызылшаның өзін жегізе алмай жатамыз. Сол кезде дәл осылай сусын қылып дайындап беретін болсаңыздар, таласып ішіп қоятын болады. Және де гемоглобиніңіз төмендеп, иммунитетіңіз түсіп кетсе, дәл осы сусынды ішіп жүріңіздер. Енді қызылшамызды ыдысымызға салып, үстінен мейізін салып аламыз, және де наватты қосып аласыздар. Егер де нават болмаған жағдайда қантты қоса берсеңіздер де болады. Және қызыл алмамызды да дәл осылай турап барып салсаңыздар, арасындағы суы толық шығатын болады. Қаныңызды көтеретін сусынды басқа да кептірілген жемістермен алмастырып түрлендіре берсеңіздер болады. Алмамызды ыдысымызға салып, суын толтырып құйып алып, отқа қоямыз. Шамамен газдың астын қатты қойып бір қайнатып аласыздар. 20-25 минуттай қайнағаннан кейін оттың астын өшіре берсеңіздер болады. Менің сусыным қатты тәтті болып кеткендіктен кішкене лимонның сығындысын қосып жердім. Сіздерде де дәл сондай жағдай болса, осылай істесеңіздер болады. Адам ағзасында қанның мөлшері азайып кеткен жағдайда адамның терісі құрғап, түрі бозарып, ұйқысыздық пайда болып, жиі шаршағыш бола бастайды. Ал сіздің гемоглобиніңіздің көтерілуіне көмектесетін ол сіздің күнделікті тұтынатын тамағыңызға байланысты. Қызылша, қызыл алма, кептірілген жеміс, мейіз, бал сияқты тағамдарды қолданатын болсаңыз, гемоглобиніңіздің көтерілуіне жақсы көмектеседі. Көпшілігіміз балдарымызға қызылшаны жегізе алмай жатамыз. Сол кезде дәл осылай қызылша, алма, мейізді қосып отырып, балдарыңызға сусын жасап берсеңіздер, таласып ішіп қоятын болады. Барлықтарыңыз осы әдісті қолданып, балдарыңызға жасап беріп, өздеріңізде ішіп жүріңіздер. Видеом пайдалы болса, каналыма тіркеліп алыңыздар.